Сана тазалығы, рух тазалығы. Бір қыз бала хат жазыпты. Жолым ауыр, оқуға түсе алмадым. Күйеуге тиіп едім, неше түрлі проблемалар басталды. Кредит алып едік, доллар қымбаттап кетті. Не істесем де бағым бір жанбай ақ қойды. Еш қиналмай өмір сүріп жатқандарға қарап қызығамын. Солар сияқты жолымды қалай ашсам болады деп. Қиналғанын жазып жіберіпті. Адамдарға өкпелейсін-ау деп едім, қайдан біліп қойдыңыз деп таң қалды. Шынында да оқытпады деп ата-анасына, көмектеспеді деп күйеуіне, жағдайым жоқ болған соң араласпай қойды деп құрбысына ренжіп жүр екен. Көкем-ау, ренжігенің кімнің несі кетті? Алла тағала адамды жаратқанда осының жолына ауыр қылайын, ананың жолын жеңіл қылайын деп бөліп жармайды ғой. Бәрін өз ниетімізден, мінезімізден, аузымыздағы сөзімізден табамыз. Мен де бұрын әркімге бір ренжитінмін. Кеше киноға барыпсыңдар, маған неге айтпадыңдар деп достарыма ренжитінмін. Тойына шақырмады деп таныстарыма ренжитінмін. Халімді біліп тұрмайды деп бауырларыма ренжитінмін. Ойланып отырсам, түрлі қиындықтардың бәрін осындай реніштер арқылы өзім шақыра беріппін. Реніш деген адамның жолын байлайтын қап-қара энергетика екен. Ешқайда шақырмай-ақ қойсын, сізді жамандай берсін, жағдайыңызды білмей-ақ қойсын, қарыз сұрағанда бермей-ақ қойсын. Бірақ ешкімге ренжімеңіз, оның әркімнің өзінің ар-ұятының еншісіне қалдырыңыз. Кімді шақырғысы келеді, қайда барғысы келеді, кіммен араласқысы келеді, әркімнің өзінің шаруасы. Ешкімге міндет жүктемеңіз. Өкпелегіш адамнан достар да қашады, жақындар алыстай бастайды, сәтсіздіктер көбейеді. Не істесеңіз де жолыңыз жабыла береді. Тіпті сіздікі дұрыс болса да ешкімге еш нәрсеге ренжімеңіз. Реніштің орнын босатып қойыңыз. Қуаныштар орын таба алмай сізді айналсоқтап жүр. Ойнап күліп жарқырап жүрейік достар. Сонда бәрі сізбен араласқысы келеді. Қиналсаңыз көмектескісі келеді. Ешқашан жалғыздықты сезінбейтін боласыз. Бәрі өзімізге байланысты. Жасым ұлғайған сайын ақылым артып келе жатыр деп ойлаймыз. Бірақ ақылымызға ақыл қосылған сайын армандар орындалады деген сеніміміз керісінше сейіле береді. Байқайсыздар ма, қай-қайсымыздың болсын, бала кездегі армандарымыздың көбі орындалған. Неге? Себебі баланың энергетикасы тап-таза. Олар ешкімді жамандамайды, ешкімге ренжімейді, ешкіммен ұрыспайды. Періште айтса қабыл болады. Періште жол қарап еді, қонақ келді деп өзімізде талай айттық. Неге тілегіміздің барлығы бірдей орындала бермейді? Себебі жаратушыға айтып жатқан тілегіміздің жолын өзіміз жауып тастаймыз. Блок көп, негатив көп, жаман энергетика көп. Шашымыз кірлесе жуамыз, үйіміз кірлесе тазалаймыз, киім кірлесе жуамыз. Ал жан дүниені ше, оны тазалаудың жолы көп. Ең алдымен сізді ренжіткен адамдарды қанша қиын болса да кешіріңіз. Өзіміз ренжіткен адамдардан кешірім сұрау, жан түршігерлік жаңалықтардан, қорқынышты кинолардан миды таза ұстау, өзіміз білмейтін әңгімеге араласпау, кісінің көңіліне келетін ауыр сөз айтпау, біреу балағаттап жатса да сабыр сақтау. Осыларды әдетке айналдырсаңыз, блокты шешесіз. Сонда жолыңыз ашылады. Тазалықты балалардан үйренуіміз керек. Яғни жүрек пен миды таза ұстаңыз. Тазалаңыз. Сонда барлық тілегіңіз қабыл болады. Жолыңыз ашылсын. Менің дайрегімдегі оқыған адам жындыханадан бірақ шығуы мүмкін. Неше түрлі аянышты хаттар оқып отырып, еріксіз жағанды ұстайсың. Біздің қоғамда бақытсыз әйелдер көп пе деп қаласын. Жалпы осы бақыт деген не? Осыдан 2 ай бұрын Жетісайда тұратын бір келіншек хат жазғанды. Біреудің есігінің алдындағы сарайда тұрады екен. 2 баласы бар. Күйеуі жұмыс істемейді. Ақша жоқ. Бір туыстарына 600 мыңдай қарыз болғандықтан олар күнде келіп семьяны қырып кетеміз деп қорқытады екен. Өлгеннен басқа амал жоқ сияқты не істесем болады деп ақыл сұрайды әлгі әйел. Арамыздағы әңгіме бұлай өрбіді. Жап-жассыз ғой, неге жұмыс істемейсіз? Ешкім алмайды. Аллаға шүкіршілік айтасыз ба?
осынша қинап қойған аллаға не үшін шүкіршілік айтуым керек? Онда былай болсын, мен сізге 10.000 доллар ақша берейін, ай сайын айлықта төлеп тұрайын. Бірақ сіз менің баласыз отырған әпкеме ұлыңызды не қызыңызды бересіз. Ойбай-ай, есіңіз дұрыс па? Бір кезде келіншек ашулана бастады. Мен де қайтпадым. Онда мен бір клиент тауып берсем, бір бүйрегіңізді сатасыз ба? Өте қымбатқа алатын адам бар. Мен сізді ақылды адам деп ойласам, ауру екенсіз ғой. Осылай деуге қалай дәтіңіз барады? Өмірден түңіліп, өлгісі келіп жылап отырған келіншек есін жинап алды. Көрдіңіз бе, бір перзентке зар болып, қаншама адам бар байлығын сатуға дайын. Күйеуге тие алмай, қаншама қыздарымыз кәрі қыз атанып жүр. Жалғыздықтан жабығып, көз жастарын жастыққа төгуде. Ал сіздің отбасыңыз түгел. Бала-шағаңыз қасыңызда, өмірлері дәріге байланған мүгедек жандар қаншама. Ал сіздің деніңіз сау, бірақ шүкір демейсіз. Сол үшін де сіз қиындықтан құтыла алмай жүрсіз. Осынша нығметті, осынша байлықты берген Аллаға 24 сағат тоқтамай рахмет айтсаңыз да артық болмайды. Сонда мейірімі шексіз, Алла берген үстіне берер еді сізге, дедім. Аллаға шүкіріміз бітпесін. Біліп-білмей жасаған күнәмізді кешір, Раббым. Мына жалғанда өзіңізді жалғыз сезінесіз. Жаныңыз жабырқаулы. Ештеңеге көңіліңіз толмайды. Үнемі шаршап тұрасыз. Сізден басқалар бақытты сияқты. Сізден басқалар бай қуатты секілді. Солай ма? Мұндай көңіл күй бәрімізде болып тұрады. Бұл не сонда? Жауап іздеп көрейікші. Барын бағалай алатындар ешқандай депрессияға түспейді деп жаттады ғалымдар. Ал барын бағалау деген не? Енді осы сауалды жілікше шағып көрейік. Адамның ең жақыны анасы. Ол сізді шексіз жақсы көреді. Сіз оның баға жетпес асылысыз. Осылай болса, ата-анасы бар адамды қалай жалғыз деуге болады? Ешкім мәңгілік емес. Олар да өтеді мына өмірден. Ата-ананы жер басып жүргенде бағалаңыз. Қаншама адам анасының аялы алақаны зар болып жүр. Ал сіз бақыттысыз. Ата-анаңыз жоқ болса, Алла тағала сізге перзент берді. Ал перзенттің зары нағыз азап. Қаншама әйел күні-түні жалынып, жаратушыдан сәби сұрап жүр. Олар баласы бар әйелдерге қызығады. Біреу келіп, $1.000.000 беремін, балаңды сатшы десе, сатасыз ба? Әрине сатпайсыз. Баласы бар адам нағыз бай адам. Онда қалай өзіңізді бақытсызбын деп ойлайсыз? Теңін таппай, жалғыздықтан жабырқап жүрген жандар да өте көп. Ал сіздің қасыңызда асыл жарыңыз бар. Бағалай білсеңіз, бұл да бақыт. Күйеуіне көңілі бір толмай, жамандай беретін әйелдерге айтарым. Әлемде көптеген елдерде соғыс болып жатыр. Ал сол соғысқа күйеуіңізді шақырса жібересіз бе? Жібермейсіз. Күйеуіңізді бағалаңыз. Ас суыңыз бар ма? Отбасымен сүйіркелесіп, кешкі ас ішесіз. Соған шүкір айтып, сол сәтті бағалаңыз. Ол да Алланың берген несібесі. Бауырларыңыз бар ма? Онда сіздің өмірде жолыңыз болғаны. Бауырларыңызды бағалаңыз. Қаржылай қиындықтар мен басқа да проблемалар уақытша. Шешілмейтін түйін жоқ. Қайта Алланың баламен емес, бауырмен емес, ата-анамен емес, денсаулықпен емес, дүниемен қинағанына қуаныңыз. Хал жағдайы, тұрмысы, денсаулығы сіздікінен төмен адамдар сізге қызығып қарайды, бірақ сабыр сақтай біледі. Барлық сынақты көтере алатындар да бар. Ондай болса, ойланыңыз, барыңызды бағалаңыз. Сау басымызға сақина тілеп алатын өзіміз. Мысалы, жанымызда бір емес, бірнеше көрші бола тұра, өзімізге ұнамайтын көршінің кірген шыққан аңдып, соған шүйлігімізде тұрамыз. Көршілер туралы әңгіме бола қалса, тура сол көршіні жамандай жөнелеміз. Қаншама жақсы құрбыларымыз бар. Жоқ, арасындағы жұлдызымыз қарсы біреуіне қадалып, тек сонымен алысып жатқанымыз. Дәл жанымызда арқар сүйер мәрт жігіт жүрсе де, оны байқамай, ісінен сөзі көп, тірлігі ұсақ, біреуге аңсарымыз ауып, күні-түні ойланатынымыз сол. Осының бәрі адамның жүйке жүйесіне кері әсер етеді.
Аурудың бәрі жүйкеден. Жүйкеңізді жұқарта бермеңіз. Оның емін табу қиынның қиыны. Арты орны толмас өкінішке соқтыруы әбден мүмкін. Айтайын дегенім, тіл табыса алмайтын адаммен алыстан сыйласыңыз. Өзіңізді жайсыз сезінетін жерде жүрмеңіз. Пайдасы жоқ әңгімеге тыңдамаңыз. Ұнамай ма жоқ деп айтып үйреніңіз. Дер кезінде тоқтаңыз. Әркез дұрыс шешім қабылдаңыз. Ешқашан кеш емес. Бәрі өзіңізге байланысты. Өмірді қиындатпаңыз. Қанша жерден жақсы адам болса да, сізбен араласуды қалап тұрмаса, қарым-қатынасты одан әрі жалғастырудың қажеті жоқ. Өзіндік пікірі қалыптаспаған жалтақ адамнан да аулақ жүріңіз. Оның сізге сатқындық жасамайтынына кім кепіл? Байлықтан басы айналып жүрген біреу болсын мейлі, егер сізге сый-құрмет көрсетуге жарамаса, оның алдына еңкеймеңіз. Қысқасы, өзіңізге еш пайдасы жоқ қарым-қатынасты дер кезінде үзіңіз. Оған бола энергетикаңызды тауысып, көңіліңізді түсірмеңіз. Жұрттың пікірі еш маңызды емес сізге. Басыңызда бағалайтын, жанымызды түсінетін жақсы адамдар өте көп. Одан да иманыңызды күшейтіп, жаратқанның разылығын алуды ойлаңыз. Сізді жаңа өмір, керемет бақыт, қуанышты күндер күтіп тұр. Қараңыз жан-жағыңызға, өмір тамаша. Адамды өсіретін кім? Өзі. Адамды өшіретін кім? Өзі. Брайан Трейсидің тренингіне қатысып қайттым. Ол кісінің ең алғашқы жұмысы ыдыс аяқ жуушы болған екен. Кейіннен еден жуатын болған. Ол жұмыс ұнамайды да ізденуді бастадым дейді. Міне біздің қателік. Ізденбейміз, өмір бойы байланып, бір кабинетте отыратындар бар. Алатыны бір айлық, не пәтерге жетпейді, не киімге жетпейді, не қыдыруға жетпейді. Бірақ сонда да аш емеспіз ғой деп жүре береміз. Сол жұмыстан шығып қалудан өлердей қорқып жүреміз. Тағы Трейси айтады, кез келген жұмысты махаббатпен істе. Жұмысыңды жақсы көрмесең, ол жерден өсемін деп ойлама, немесе бәрібір шығып қаласың. Өз жұмысын сүйіп жасайтын адам ешқашан қысқартуға ілікпейді екен. Жұмысыңызды жақсы көрсеңіз, одан да жоғары өсуді ойлаңыз. Жақсы көрмесеңіз, жақсы көріп жасайтын жұмыс іздеңіз. Ойланып қараңызшы, қазіргі өміріңізге көңіліңіз тола ма? Бос уақытыңыз қалай өтіп жатыр? Ақшаның жетіспеушілігі сізді шаршатты ма? Онда іздеңіз. Сіздің алдыңызда қаншама есік тұр, бірақ сіз оны білмей, сезбей, Инстаграм шұқылап отырасыз. Ұйықтамаңыз, ашыңыз есіктерді. Шетелде қыдырып жүрген жұрттан сіздің қай жеріңіз кем? Солар жасаған жұмысты сіз де жасайсыз. Солары оқыған мектепте сіз де оқыдыңыз. Сізде екі аяқ, екі қол бар. Сізде де ми бар. Бірақ олар бос уақытын бекер өткізген жоқ. Ұйқыны азайтты. Өмірі жасқарғанша жүгірді. Жақсарған соң демалып жүр. Ал сіз кімге сеніп демалып жатырсыз? Сіз киген кедейліктің қамытын неге балаларыңыз киюі керек? Өміріңізді өзгертуден қорықпаңыз. Еріншектікті қанағатпен шатастырмаңыз. Аллаға сеніңіз де тәуекел етіңіз. Өткен өміріңізге өкінбеңіз. Болашаққа қараңыз. Болашақ сіздікі. Ешкімге ренжімеңіз. Сәтсіздікке сынбаңыз. Атақты кәсіпкерлердің барлығының өмірін алып қарасаңыз, сәтсіздіктер көп болған, және барлығы тақыр кедейліктен көтерілген. Күн сайын таңертең Алла мені алушылардан емес, берушілерден ете көр деген дұғаны айтыңыз. Көмек сұрай бергеннің несі жақсы? Көмектескеннен артық рахат жоқ. Жатпаңыз, ояныңыз, көтеріліңіз. Алла сіздің жағыңызда. Байқайсыз ба, өмірде жолы ауыр адамдар болады, және жолы жеңіл адамдар болады. Бірақ көбіне адамдар бәріне өздері кінәлі екен сезінбей жатады. Ешқашан ештеңеге өкінбеңіз. Өкініш жолыңызды жабады. Өмірді жаңадан бастауға ешқашан кеш емес. Ешқашан ешкімді ештеңеге кінәламаңыз. Тіпті сізді алдап кетсе де, сізді тастап кетсе де, жылатып кетсе де кінәламаңыз. Яғни маңдайға жазылғанын көресің деген сөз. Өмір тоқтап қалған жоқ. Бір адам үшін өлмейсіз ғой, ары қарай алға басасыз.
бәрін Аллаға тапсыра салыңыз. Алладан асқан әділ жоқ. Әр сөз, әр өтірік, әр қателік үшін ешқашан жауап бермейтін болсақ, әділетсіздік заңы орнайды. Яғни ештеңе далаға кетпейді. Жақсылығын да, жамандығын да міндетті түрде өзіне оралады. Ешқашан шақырған жерден қалмасыңыз. Ешқашан адамдардың статусына қарамаңыз. Ертең-ақ қадірсіз, ешкімге керексіз болып қалуыңыздан да ықтимал. Басыңызға қиындық түскен сәтті бәрі сынақ деп айтып жатады. Шынында да солай. Сіз қиындықта өзіңізді қалай ұстайсыз, ары қарай өміріңіз солай жалғасады. Жылай берсеңіз, жылай бересіз. Ешкімнің ештеңесі кетпейді. Ал іштегі күйікке қарамай күліп үйренсеңіз, бәрін жеңесіз. Күнделікті күйбең тірлікті ешкімді жамандамаңыз. Өзіңізге болмаса ұрпағыңызға негатив жинайсыз. Ешқашан ешкімді кемсітпеңіз. Ішіңіздегі қайғыны әркімге айта бермеңіз. Қайғыңызды көбейтіп аласыз. Қиналған кезде уақыт өтпей тоқтап қалғандай сезіледі. Уақытты тиімді өткізіңіз. Ықыласыңыз болмаса да туыстарыңызды аралаңыз. Таза ауада көп жүріңіз. Алданыңыз. Тек қана жақсы ойлаңыз. Бәрі де жақсы болатынына сеніңіз. Сонда сіздің де жолыңыз жеп-жеңіл болып, алдыңыздан тек сәттіліктер күтері сөзсіз. Бәрі де өз қолында. 5-6 жыл бұрын құрбымның туысқан әпкесі қатерлі ісіктің аса ауыр түріне шалдыққан болатын. Жас кәрінде аямайтын жаман ауру асқынып, метастаз жайылып кеткендіктен дәрігерлер оны ауруханадан шығарып тастады. Тіпті химиотерапиясын қабылдай алмайтын халге жетті. Сонда өмір мен өлімнің арасында жатқан әйелдің қиналған соншалық тезірек өлсем екен деп тілей бастайды. Барлық туған-туыстары жиналып, бірі жылап, бірі кешірім сұрап, бірі қоштасып жатты. Бәрінен бұрын күйеуінің еңкілдеп жылағаны батты жанына, жүрегі ауырып, жаны күйзелді. Жұрттың бәрімен қоштасып болған әйел келмес сапарға кетер алдына балаларын ақырғы рет мейірлене бір-бір сүйіп күйеуімен оңаша қалған еді. Сондағысы күйеуіне: мен өлді екен деп жүнжіп кетпе, мына 3 балаға ие бол, үшеуі саған аманат, аш-жалаңаш қалмасын, отбасылардың жағдайы үшін тезірек үйлен. Былтыр күйеуі қайтыс болған Айжанды бәрі мақтайды. Соған үйленсен деймін. Өзі бір мейірімді жан. Балаларымды жылатпас деп ойлаймын. Сол Айжанға үйленем деп қазір маған уәде берші. Сонда о дүниеде еш уайымдамай тыныш жатар едім деп жылап жіберіпті. Сөйтсе екі иығы селкілдеп еңіреп отырған күйеуі көзінің жасын сүртіп: балалардың бар жағдайын жасап, жылатпауға уәде беремін, бірақ Айжанға үйленбеймін. Анау Тоғжанды алсам ба деп ойлап жүрмін деп салған екен. Жан қимақ болса да жар қимақ жоқ деген сөз қалай тауып айтылған десеңізші. Жаңа ғана сағат санап о дүниеге кетуіне асығып жатқан келіншек күйеуіне мұндайды күтпеген ғой. Төбесіне жай түскенде көзі аларып кетіп: мен сені аяп өлсем қиналатын болды-ау деп жүрегім езіліп жатсам, сен оңбаған қатын қарап жүр екенсің ғой, саған ерегескенде өлмеймін деп дауыстап жіберіпті. Алланың құдіретіне шек бар ма? Өледі деген келіншек 2 ай жатып 3-ші айға кеткенде төсектен тұрған. Сонда бері 5 жылдан асты. Дәрігерлер қатерлі ісіктің түбімен жоқ болып кеткені әлі де сене алмай жүр. Адам жан-тәнімен қаласа алмайтын асуы жоқ. Дәл солай жеңбейтін ауруы жоқ. Қандай қиындыққа тап келсеңіз де әлсіздік танытып беріле салмай күресіңіз. Кеудеңізде жаныңыз барда, жүрегіңіз соғып тұрғанда сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Тек сену керек. Қиындықсыз өмір жоқ. Бала кезімізде не бүлдірсек те үлкендерден қорқушы едік қой. Естеріңізде ме? Мұғалім ата-анаңды шақыр десе болды, зәре-құтымыз қалмай жылап жіберетін едік. Емтихан тапсыра алмай қаламыз ба деп түнімен кірпік қақпай шығатын кездерде болды талай. Кезінде қиындықтың зоры болып көрінген сол сәттер қазір тіпті ұмытыла бастаған. Өтті кетті, яғни бәрі өткінші. Қиындықтың да ақыры болады бір күні. Рас, күйзелгенде уақыт өтпейді-ау шіркін. Сәл қарызданып қалсақ, сол қарыздан өмір бойы құтыла алмайтындай
күй кешеміз. Үйде ұрыс-керіс болса, шаңырағымыз ортасына түсетіндей қорқамыз. Бала көтере алмай жүрсек, өмір бойы баласыз өтетіндей түңіліп кетеміз. Айта берсе мысал көп қой. Алайда сабырлы бола білсек, сынақты берген Алла бәрін де өзі реттейді. Бірақ біз соны ұмытып кетеміз. Біз көтере алмайтын қиындық жоқ. Адам бәрін жеңеді. Тек не нәрсенің де уақытша екенін естеріңізден шықпасын. Біздің өзіміз де мына 5 күндік жалғанда уақытша жүрміз. Айтысқа алға шығып жүрген кездері үнемі плацкартқа мінетінбіз. Көбінесе үшінші полкада жатушы едік. Боковойда жатсан күнін қаран. Әлі-берлі сабылып жүрген сатушыла бар, жолаушысы бар, түрткілеп әйтеуір бір тиісіп кетеді. Ол кезде ұшақ дегенді естімегеніміз болса көрмедік қой. Пойыздың көпесінде ұйықтап жатқан адамдар қандай бақытты деп қызығып жататын кездер қазір артта қалды. Түсінгенім, жағдайыңды жақсарту тек өз қолында, түк те қиын емес. Миың дайын болса жеткілікті. Анау қымбат, мынау қымбат дегеніміздің бәрі бос әңгіме. Ең алдымен кедейлік психологиясынан құтылуға ұмтылыңыз. Әлемнің атынан ат үркейтін байлардың кез келген өмір тарихын қарап шығыңызшы. Басым бөлігі кедей отбасынан шыққандар. Еңбегінің арқасында өзіне деген сенімнің күшімен байығандар. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Кедей болғаннан бай болған қайырлы емес пе? Бастысы табысыңыз адал болсын. Біреудің ақысын жемеңіз. Шындығында ақша жақсы энергетикамен келеді. Яғни байлықты жақсы энергия арқылы шақыра аласыз. Негізгі байлық зонасына өту оңай, бірақ адамдар оның жолын өздері қиындатып қойған. Байлық зонасын ашқан кезде тасыңыз өрге домалары анық. Әр нәрседе қайыр бар. Шынында біз білмейміз, Алла білуші. Біз сіңілім ұзлататын болып көйлекке тапсырыс бергісі келеді. Ата-анасы қарапайым отбасы болғандықтан жаңа көйлекке шамасы жоқ. Прокатқа аларсың деген. Кім болмасын жаңа өмір бастағалы тұрғанда әдемі көйлек кигісі келеді емес пе? Бәрін айт та бірін айт. Болашақ күйеу жігіт қызға сыйлық жасап, той көйлегіне тапсырыс беріпті. Арзан емес пе қандай 250 мың теңге. Көптен күткен тойға бір күн қалғанда жүрегі алып ұшып қуанған қыз көйлегін алып кетуге келеді ғой. Келсе көйлек дайын емес. Тігіп жатқан тігінші инсульт алып, ауыр халде ауруханаға түскен. Әрине, көйлек табылады ғой. Бірақ өміріндегі ең бір қуанышты күні армандап жеткен көйлегін дайын болмауы қаншалықты ауыр екенін ұзататын қыздар ғана түсінер. Қалыңдық жылап еңіреп, маған бұл жақсылық емес, менің көңіл күйім жоқ. Неге осындай сәтсіздіктен басталады өмірім деп хат жазыпты. Өмірге деген өкпесі қара қазандай. Әрине, сабырға шақырып, киім тігетін салонға қайтадан бар. Сабырмен сөйлес. Бір күнде көп нәрсе өзгертуге болады ғой. Тіпті дайын болмаса да көйлекке қарап тұрған не бар? Бастысы азаматың аман болсын. Ең бастысы аффирмация айтуды ұмытпа. Түнімен осы көйлекті кисем керемет бақытты болам. Кимесем одан 10 есе бақытты болам деп қайталап шық дедім. Таңертең тұрып салонға барса, салонның иесі, сізден кешірім сұраймыз, көйлегіңізді дайындай алмадық. Бірақ бізде қазір белгілі бір әншінің жаңа тігіліп біткен көйлегі тұр. Ол әншінің өзі ұзатылатын қыздың көйлегі сияқты боп қалыпты. Сахнаға келмейді деп басқа түсін алатын болып жатыр. Қаласаңыз соны сыйға тартайық депті. Киіп көрсе шап-шақ. Түгелде Сваровский тастарымен көмкеріліп, қымбат матамен тігілген. Бағасы $6500, яғни 2.500.000 теңге, 10 есе қымбат. Мен мұндай көйлекті армандаған да емеспін деп сүйінші сұрап хат жазыпты. Ниетің дұрыс болса, сөзің дұрыс болса, орындалмайтын арман жоқ. Тек қана сену керек. Осыдан 20 жылдай уақыт бұрын болу керек. Бір қызбен жақсы сыйласып жүрдім. Оның туған сіңлісі Алматыда оқитын. Бір күні сол сіңлісі бізге жатақханаға қонаққа келді. Өте сұлу еді. Сол кездің өзінде 5 уақыт намазын оқып жүрді. Жігітіме ренжісіп қиналып жүр екен. Шетімізден ақылдымыз.
ортамызға аламыз да әлгі қызға ақыл айтамыз баяғы. Ренжітетін жігіт ұмыт. Сұлусын, басқа саған жігіт табылады деп жан-жақтан азғырамыз кеп. Бір күні қызымыз жылап қоя берді. Мен оны сүйемін. Онсыз өмір сүргім келмейді. Өмір бойы сүйетін боламын. Басқа ешкім керек емес деп шорт кесті. 10-15 күннің ішінде тіпті жүдеп кетті. Сөйтіп жүргенде жігітті басқа қызға үйленіп тынды. Депрессияның көкесі енді басталды. Сіңлісімен бірге әпкесі де, мамасы да қосылып жылайтын болды. Сонда есімде қалғаны, қыз байғұс жылап отырып, Құдай мені сүймейді, қанша дұға жасадым, бірақ бәрібір тілегім орындалмады деген еді. Өзім 20-ға әлі толмаған желөкпемін. Мен байғұста пәтуа беретіндей қайбір ақыл бар. Аянышты көзбен қарап отырып үндей алмадым. Жүрегім қатты ауырған еді. Бірақ инстаграмға рахмет бір жерден. Сол қызымның айда сұлу жүзі жарқ ете қалды. Мәссаған сұлу қыз, бұрынғыдан да сұлу боп кетіпсің. 2 балам бар ғой. Уақыт деген қандай деп бірден дайректке хат жаздым. Сосын Алматыда кездесіп шай іштік. Күйеуі заң саласында басшылық қызметте екен. Ұлы қызы бар. Баяғы бала қыз есейген, ақылды. Айнұр әпке, баяғы мені тастап кеткен жігітті көрдім. Күйеуімнің досы ішкілікке салынып наркодиспансерде жатқан. Сол мекеменің ауласында отыр. Наркоман екен. Білімді жігіт сондай халге түседі деп кім ойлаған. Мені таныды. Көзін алмай қадалып қалыпты. Алла мені неге сонша жылатты, неге мені сүймейді деп едім. Керінше мені шексіз сүйіп, үлкен қиындықтардан құтқарған екен ғой деді. Ол сол кездесу кезінде. Мұндай жағдай болады екен-ау. Қиындық деген сынақ, әр сынақтың артында қуаныш бар, қайыр бар дегеніміз осы емес пе? Біздің бір жаман жеріміз асығатынымыз. Басымызға түскен ауыртпалық сол күйі қалып, өмірден баз кешеміз. Алланың өз есебі бар. Бәріңізді жүректеріңізге тыныштық тілеймін. Біздер адамдар бұйырғалы тұрған несібенің жолын өзіміз жамады екенбіз. Және көбіне солай. Бірақ оны біле бермейміз. Аузыңыздан шыққан әрбір сөздің өзі сіздің болашағыңыздың сұлбасын сызып қоятын программа іспетті. Ал сол программаны бала күнімізден ақ дұрыс қоймаймыз. Мысалы айталық, үйге қонақ келді. Сіздің балаңыздың қолына ақша ұстатты. Сіз бірден алма ұят болады дейсіз. Шын мәнінде ол ақша қонақтан емес, жоғарыдан берілген несібе. Ал сіз оны алған ұят деп санайсыз. Ата-анасының айтқанымен жүретін бала ұсынып тұрған ақшаны рахметін айтып ала салмай, жоқ керек емес деп азарда безер болады. Яғни блок қояды. Тағы бір мысал. Сізге біреу қымбат сыйлық жасады, ал сіз ол сыйлықтан қызығын өзіңіз көрмей, пайдаланбай басқа бір адамға тарту етесіз. Несіне әуре болдың? Қымбат қой дейтініміз тағы бар. Былайша айтқанда, жоғарыға мұндай қымбат сыйлыққа мен лайық емеспін деген сигнал жібереміз. Тамаша гүл шоқтарын алсақ, жақында кімнің туған күні еді деп ойлап тұрамыз іштей. Яғни солып қалмас үшін оны да біреуге беруге салуға асығамыз. Осылай кейін келуі мүмкін гүл шоқтарын жолын жабамыз. Мынандай да бір жағдайлар болды. Адамдарға миллиондап табыс табудың жолын айтып жатсаң, ой маған 100 мың жетеді деп қомақты мөлшерді өзіміз төмендетіп жібереміз. Тағы да қате программа. Маған көп ақша жіберме Аллам деген хабарды жоғарыға өзіміз жібереміз. Баспанаға зәру болып жүргенде шіркін бір жатақхана болса, немесе бір бөлмелі пәтерде риза болар едім деп зәулім үйді армандаудан қорқады. Мына бір нәрсені ұмытпасаңыздар екен. Алла тағалам өзі жаратқан пендесі не сұраса да соны береді. Яғни бала шағасымен қырылысып, қымтырылып жатақхананың бір бөлмесінде жүре береді. Кім кінәлі? Тағы өзіміз. Сапасына бағасы сай киімдер сататын дүкеннің қасынан қанша өтсек те кірмейміз. Құрсын, удай қымбат қой. Ондай ақша қайдан болсын менде? Ақшам болса да алмас едім бұл киімді. Одан да үйге тамақ алмаймын ба деп бірінші кезекте өзімізді емес, бала шағамызды ойлаймыз. Дәл осы жерде де тартылыс заңның бетін қайтарамыз. Маған қымбат киім керек емес деген ойымызды өзіміз іске асырып, сапалы сәнді киімдер бұйырмаған күйі өмірден өтіп кете береміз.
біреудің қымбат тонын, гауһар тасты, әшекейін тіпті ұстап көруге батылымыз бармайды. Міндетті түрде «я, армандамай-ақ қой, мұндайға ие болу қайда саған» деп жай киіп көріп тұрып-ақ өзімізге өзіміз тыйым салып тастаймыз. Адам не айтса, не жасаса, өзіне соны тартады. Бір зат қатты ұнады ма, соны сатып аламын деңіз және соған сеніңіз. Қаласаңыз бұйырған зат кетпейді. Адамды кері тартатын не екенін айтайын ба? Мойындағы ауыр жүктер. Мойнымда ешқандай жүк жоқ, онда неге жолым болмайды деп ойлайтын шығарсыз. Жүктің көкесі бар сіздің желкеңізде. Ол қайда пайда болды? Мысалы, сіз арықтаймын деп шештіңіз. Сөйтіп мойынға бір жүкті артып қойдыңыз. Сосын арықтаған жоқсыз, ана жүк салақтаған күйі қалды мойныңызда. Үйді жөндеп бастаймын деп тағы бір жүк ілдіңіз. Ремонт жайында қалды. Спортпен айналысам деп тағы бір өтірік уәдені бердіңіз өзіңізге. Тағы бір жүк ілінді. Бір кітап оқиыншы деп ниет қыласыз да, кітапты лақтыра саласыз. Осындай орындалмаған қаптаған тірліктің бәрі мойныңызды төмен тартып тұрғанда сіздің ісіңіз өнбейді. Ешқашан арықтамайсыз. Кітап оқысаңыз ұқпайсыз. Спортпен шұғылдасаңыз шаршап қиналасыз. Бизнес бастасаңыз артқа кетесіз. Ремонтыңыз бітіп болмайды. Сондықтан қолдан келетін кішкентай бір істі бастаңыз да түбіне дейін жетіңіз. Мысалы, аптасына бір рет Инстаграмға мүлде кірмеймін. Бір ай бойы таңертең жарты литр су ішемін. Немесе 30 күн қатарынан 30 рет отырып тұрамын. Осы кішкентай уәдені 100% орындағанда мойныңыз жеңілдеп, қай істі де тез аяқтайтын боласыз. Арықтауда, тіл үйренуде түк емес боп қалады. Ал шынымен қиналатын тірлікті, ол менің қолымнан келмейтін нәрсе. Оны ешқашан жасамаймын да, жасағым да келмейді деп ойша лақтырып тастаңыз. Диета ұстауға қиналсаңыз, диетасыз-ақ әдемі боламын. Ол мен үшін ауыр. Сондықтан ұстамаймын деп мәселені шешіп алыңыз. Алынбайтын қамал жоқ. Баю да, сымбатты болу да, әдемі болу да өз қолыңызда. Тек сене біліңіз. Сәттілік. Біздің ең жаман әдетіміз не өткен өмірімен, не болашақпен өмір сүру. Бүгінді бағаламау. Ешқашан бәрі жақсы демейміз. Балам өссе, бәрін жасайды. Күйеуің жұмысын тез ауыстырса екен, айлығы көтеріледі. Жаңа үйге көшсем, бастан аяқ жиһаз ауыстырамын. Үйді жөндетсем, қонақ шақырамын. Арықтасам, күшті бөлек аламын. Денсаулығым жөнделсе, спортпен айналысамын. Айлық алғанда қыдырайық. Осылай кете береді. Өміріміз болар-болмас белгісіз бір жақсылықты күтумен өтіп жатыр. Ештеңені күтпеңіз. Бүгінмен өмір сүріңіз. Шақыратын қонақты бүгін шақырыңыз. Бүгін қыдырыңыз. Уақыт өтіп барады. Және өмір сүру тамаша. Қалтаңызда соңғы ақшаңыз қалса да, ақша жоқ деп жоқшылық шақырмаңыз. Бәріміз бақытты болуға лайықтымыз. Қажетті қарапайым қағидалар. Таңертең оянған бойда Аллаға шүкіршілік айтып үйреніңіз. Оянбай қалуыңыз да мүмкін еді. Міндетті түрде жаттығу жасаңыз. Кем дегенде 5-6 минут. Әйтпесе кешке дейін шаршап жүресіз. Тіс жуған кезде міндетті түрде щеткамен тілдің де үстін тазалаңыз. Барлық микроб сол жерге жиналады. Ең алдымен бал қосылған жылы су ішуді әдетке айналдырыңыз. Бүкіл ағзаны дәрілендіреді. Таңғы асты тойып жеңіз, кешке дейін күш береді. Күнделікті суды көп ішіп үйрену қажет. Су семіздіктің алдын алуға көмектеседі. Сөмкеге қолға жағатын крем салып жүріңіз. Себебі ең бірінші тозатын қолдың терісі. Кешкі асқа дейін шыдасаңыз айран ғана ішіңіз. Шыдамасаңыз сорпа ішіңіз. Жатар кезде қою тамақ жемеңіз. Май тез жиналады. Бетіңізді тазалап жумай төсекке жатпаңыз. Тазалап болған соң бетіңізге және қолыңызға міндетті түрде арган кокос майын немесе крем. Ештеңе жоқ болса, балалар кремін жағып ұйықтаңыз. Ұйықтар алдында жайсыз хабарларды, қорқынышты суреттерді мүлде ашпаңыз. Ми қабыршағына қалып кетсе, ұйқыңыз жайсыз болады. Ұйықтар алдына айнаның алдына бірнеше минут тұрып, өзіңізді жақсы көріңіз. Шашыңызды асықпай ұзақ тараңыз, жымиып күліңіз. Яғни жақсы көңіл күймен ұйықтап үйреніңіз.
ғайбаттың ең ауыры, ең жаманы баланы жамандау. Мысалы, бәленің қызы нашар екен, бәленің ұлы ішеді екен деп айтатын болсақ, екі иықтағы періштелер сенің де балаң сондай болсын деп тұрады екен. Ал керісінше, ана бала ақылдысын-ай, ана қыздың тәрбиелісін-ай деп жақсы жағын көре алсақ, періштелер сенің де ұрпағың сондай болсын деп дұға жасап тұратын көрінеді. Біреудің келінін, күйеу баласын жамандасаңыз да өзіңізге қайтып келеді. Өзінің баланың тәрбиелі, саналы болғанын қаласан, жұрттың баласына да соны тілегіміз ләзім. Кейде таныстарын жамандап келе жатып өсек таппай баласына көшіп кететіндер де болады ғой. Қандай жиіркенішті әдет. 18 мың ғаламды 6 күнде жаратқан құдіретті Алла бәрімізге иманды, саналы ұрпақ нәсіп етсін. Адамның жанын шыны ыдыс деп ала көрейік. Сіздің қолыңызға ыдыс берсе, ішін немен толтырасыз? Иә, таза су, немесе тәтті шырын құясыз, немесе әдемі гүл салып қоясыз ғой. Мүмкін сүт, айран, қоқыс салмайсыз, бұзылған сорпа құймайсыз, бүлінген тамақ салмайсыз. Өйткені ол сасып кетеді, шірейді. Сол сияқты жан дүниеңізді таза ұстаңыз. Мәселен, сіз отырған жерде өсек айтылып жатыр, немесе біреулер ренжісіп боғауыз сөз айтып жатыр. Бірден тұрып кетіп қалыңыз. Себебі сіздің әдемі ысыңыз сондай жаман негативпен толып қалады. Өсекте сасып кеткен тамақ сияқты ешқандай әңгіме далаға кетпейді. Құлағыңыздан кіріп миыңызға орнығып қалады. Кез келген уақытта сұраса, сіз оны айтып отырсыз. Себебі санада жатталып қалды. Санада тұрған сасық әңгіме жаман энергетиканы шашады да тұрады. Жаман энергетика көп жинала берсе, адам раққа шалдығады. Бұл ғылыми дәлел. Бақытсыздықты өзіңізге шақырмаңыз. Ешқашан жылаңқы ән тыңдамаңыз. Әнді естігенде көңіліңіз көтерілсін. Телефондағы жаман видео фотолардың көзін құртыңыз. Оның бәрі лас дүние. Неге сіздің телефоныңыз қоқысқа толуы керек? Сіз телефонды қолға алған сайын жаман энергетика сізге жұға береді. Инстаграмдағы ұнамайтын адамның парақшасын қанша қызықты болып бара жатса да мүлде қарамаңыз. Инстаграмды ашқанда көңіліңіз көтерілетіндей болсын. Өсек аян жазатын сайттарға кірсеңіз, төбе шашыңыз тік тұрып, жүрек тұсыңыз уқалап жатып қалуыңыз да ғажап емес. Ашпаңыз. Біреудің қателігіне күлмеңіз. Өзімнен аулақ деп іште тілеп қоя салыңыз. Әдемі ән тыңдаңыз, әдемі суреттер көріңіз. Әдемі жүретін адамдарды қызғанбаңыз. Бұйырса, мен де осылай жүремін деп қызығыңыз. Ғалымдардың зерттеуінше жамандықтың 90% қызғаныш арқылы келеді екен. Жан дүниеңізді тап-таза ұстап, мейірімді болсаңыз, сіздің жүрегіңіз нұр шашып тұрады. Сізге тек жақсы адамдар үйір болады. Ал жаныңызда жақсы адамдар көп жүретін болса, сізге жамандық мүлдем жуымайды. Сізге жақындаған, сөйлескісі келген адамды тек қуантуға тырысыңыз, сонда бәрі сізге ғашық бола бастайды. Қатты ренжісеңіз, бауырсақ пісіріңіз. Біреуді өкпелесе, нан пісіріңіз. Балаларды қуантқыңыз келсе, печенье пісіріңіз. Үйіңіз көңілсіз болып бара жатса, бәліш пісіріңіз. Ыстық нан шаңыраққа жылу сыйлайды. Отбасыларыңыз мерекелі болсын. Барлығы өз қолыңызда. Біреу ренжітті ме, сіз ренжімей-ақ қойыңыз. Жүрегіңіз тыныш емес пе, жақсылап ойлаңыз. Бәрі де ұмытылады. Ең бастысы басыңыз аман ғой. Жақындарыңыз шауып жүр ғой. Болды, басқасына бас ауыртпаңыз. Далаға қараңыз. Табиғат қандай ғажап. Қуаныңыз. Сіз уайымдағанда не өзгерді? Жұрттың бәрі бақытты. Неге сіздің ғана мұңаюыңыз керек? Мұңаймаңыз. Қане, жымиыңызшы. Тағы, ұмытылмайтын уайым жоқ. Бәрі өзіңізге байланысты. Сіз қуансаңыз, өмір сізге бірнеше қуанышты қатар сыйлайды. Мұңайсаңыз, қырсық шала береді. Құдай бір айналдырғанда шыр айналдырады деп бекер айтылмаған. Сіз бәрі өз қолыңызда деген сөзді қалай түсінесіз? Сауалға жауап ретінде шағын ғана тренинг өткізіп көрейік. Таңертең тұрған соң жуынып алып, айнаға асықпай қараңыз. Айнаны өз айналаңыздағы адамдар деп қабылдаңыз. Ал қарайық айнаға. Қай жеріңіз ұнамайды?
егер қабілетіңіз көңіліңізден шықпаса, өзіңізге өзіңіз ұнамасаңыз, айналаңызға ұнамайсыз. Сондықтан өзіңізді сүйіңіз, жақсы көріңіз. Сонда майдаларыңыз сізге де махаббатпен қарайтын болады. Таңертең көзіңізді ашқан соң кімді бірінші көресіз, сол адамға жылы сөзіне арнап қуантыңыз. Әлбетте, сізді де қуантатын адам табылады. Өмір бумеранг. Бумеранг деген тек қана өзіне қайталанатын жамандық емес, не жасасаңыз да, не айтсаңыз да өзіңізге қайтадан деген сөз. Ешкімге ренжімеңіз. Тіпті сіздікі дұрыс болса да, жүрегіңізге өкпе, реніш, ашу, қызғаныш сияқты негативтерді кіргізбеуді үйреніңіз. Өзіңізді өзіңіз қуантпасаңыз, ешкім сізді келіп қуантпайды. Яғни бәрі өз қолыңызда.